Бізде Милан қаласында Денис Никиша туымызды алып шығады, ал қазір аяулымнан жарыс алдында эмоциясын білгіміз келіп тұр. Аяулым, енді осы жарыс алдында ту ұстап шығу мәртебесі берілді. Эмоцияңыз қалай, бөлісіп кетсеңіз? Өте қуаныштымын. Бұл мен үшін үлкен мақтаныш. Мен алып шығады деп ойлаған жоқ, себебі Қазақстанда өте көп спортсмендер бар. Мықты спортшылар, мықты спортшылар көп. Сондықтан таңдау маған түсе ме деген ой менде болған емес, шынымды айтсам. Сондықтан өте таңғалдым, қуаныштымын. Салтанатты ашылуда сізден бөлек ту ұстап шығатын адамдарды танисыз ба? Мүмкін қарсыластарыңыз бар шығар, өзге командалардан, жоқ әлде олар туралы әлі ақпарат белгісіз бе? Иә, бар, танитын адамдарым бар. 3 мемлекеттің адамы, ол Канададан біздің Микаэль Кинсбери, Швециядан Уолтер Волберг, и Австралиядан Жакар Энтони мен Грэхэм Мэтт. Мәссаған, қазір бұл кісілер егер танымасаңыздар айтып кетейін, бұл фристайл могул әлеміндегі әлемдік жұлдыздар деп айтсақ болады.